Математика пәні сабақтың тақырыбы 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. 82-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 5-ке көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренесің. Суретті мұқият қара. Шырша ойыншықтарын түстеріне қарай топтастырып, сөрелерге бөліп орналастырайық. Қызыл түсті ойыншықтарды алып, сөрелерге орналастырам. Қызыл түсті ойыншық қанша? Дұрыс, 5. 5-тен неше рет сөреге қойдық? Дұрыс, 1 рет. Ендеше 5-ті 1-ге көбейтсе, 5 шығады. Енді жасыл ойыншықтарды алайық. Жасыл түсті ойыншықтардың саны қанша? Дұрыс, 5. 5-тен неше рет сөреге салдық? Дұрыс, 2 рет. 5-ті 2-ге көбейту керек. Сөреде неше ойыншық болды? Дұрыс, 10. Көк ойыншықтарды алайық. Көк түсті ойыншықтардан неше? Дұрыс, 5. 5 ойыншықтан неше рет сөреге қойдық? Дұрыс, 3 рет. 5-ті 3-ке көбейтсек, 15. 5 сары түсті ойыншықтарды алайық. Ондай ойыншықтардан неше? 5. 4-тен 5 рет алсақ, 20 болады. Қызғылт түсті ойыншықтарды алайық. Қызғылт түстіден неше ойыншық? Дұрыс, 5. 5-ті 5-ке көбейтсе, тең 25. Қызғылт сары ойыншықты алайық. Қызғылт сары ойыншықтан неше? Дұрыс, 5. 5-ті 6-ға көбейтсе, 30 болады. Көгілдір түсті ойыншықты алайық. Көгілдір түсті ойыншықтан неше екен? 5. 5-ті 7-ге көбейтсе, 35 шығады. Күлгін түсті ойыншықты алайық. Күлгін түстіден неше ойыншық екен? Дұрыс, 5. 5-ті 8-ге көбейтсе, 40 шығады. Енді қоңыр ойыншықтарды алайық. Қоңыр түсті ойыншықтар нешеу? Дұрыс, 5. 5-ті 9-ға көбейтсе, 45 шығады. Ақ ойыншықтарды алайық. Қанша ақ ойыншық? Дұрыс, 5. 5-тен неше рет сөрелерге қойдық? Дұрыс, 10 рет. 5-ті 10-ға көбейтсе, 50. Сонымен барлығы неше ойыншық болды? Дұрыс, 50. Қарашы, біз көбейту кестесін құрап шықтық. Біз көбейту амалының бөлу амалына кері амал екенін білеміз. Олай болса, санды 5-ке бөлудің кестесін құрайық. 5-ті 1-ге көбейтсе, 5. Ендеше 5-ті 5-ке бөлсе, неше болады? Қалай ойлайсың? Дұрыс, 1. 5-ті 2-ге көбейтсе, 10. Ендеше 10-ды 5-ке бөлсе, 2. 5-ті 3-ке көбейтсе, 15. Ендеше 15-ті 5-ке бөлсе, 3. Бұл санды 5-ке бөлудің кестесі, есіңде сақта. Номер 1, 40-шы бет. Есепте.
Номер 3, 41-ші бет. Есептерге өрнек құрастыр. Яғни есептің шешуін және жауабын жаз.